Сәлем достар, сіздермен бірге Арай. Бүгін сіздерге бала кезіміздегі муравейник торттың рецебін ұсынамын. Үйдегі бар қарапайым азық-түліктен жасалынады. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар 100% шығады деген сенімдемін. Басқа жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ыдысқа бір жұмыртқа, қант салып, венчикпен араластырамыз. Соңында мен миксерді қолдандым. Үстіне ерітілген сары май құямыз, қопсытқыш қосып араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, біртіндеп саламыз. Қамыр жинаймыз. Қолға жабыспайтын қамыр болу қажет. Енді осы қамырдан бірнеше орташа домалақ шарики жасаймыз. Бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышта 1 сағат ұстаймыз. Тоңазытқыштан алып, үкіштен өткіземіз, немесе мясорубканы пайдалануға болады. Қыздырылған пеште 200 градуста 10-15 минут пісіреміз. Крем жасаймыз. Ыдысқа вареная сгущенка, жұмсақ сары май салып, блендерден ұзақ өткіземіз. Қамырдың крошкалары майда болған соң, бөлмей бірден кремге салдым. Ал егерде мясорубкадан өткізетін болсаңыздар, онда печеньені бөліп салу қажет. Енді үстіне мақ қосып, қасықпен ақырын араластырамыз. Менде форманың диаметрі 20 см фольгамен орадым. Тортты формаға салып, тоңазытқышта 5-6 сағат ұстаймыз. Мен тортты тоңазытқышқа кешке қойып, таңертең бірақ алдым. Сол кезде торт жақсы сіңіп, жақсы кесілетін болады. Үстін құлпынай және мақпен әсемдедім. Ораза айт мерекесіне орай жасаған болатынмын. Қонақтарға қатты ұнады. Өте дәмді шықты. Егер видео ұнаса, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.